Ассаламу алейкум достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге майы ішінде қалатын, ауызда ерейтін өте дәмді ерекше манты жасап көрсететін боламын. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Егер видео ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайктарыңызды баса кетіңіздер. Ал ендеше біз бастайық. Бірінші қамырды илеп аламыз. Тұздың, судың қанша мөлшерде керек екенін мен описание бөліміне қалдырып кетемін. Сол жерден қарап көрсеңіздер болады. Барлығын осылай дайындап алып, пиязымызды, картошкамызды, етімізді барлығын дайындап, турап алып, барлығын араластырып аламыз. Пиязымызды саламыз, тұзымызды, қара бұрышымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Сосын үстінен етімізді саламыз. Сосын картошкамызды салып, барлығын бірге араластырамыз. Осылай дайындап алдық. Енді иленген, біраз июі қанған қамырымызды алып, жая бастаймыз. Мантының қамырын жаю барысында өте қалың емес, өте жұқа емес, орташа етіп жаясыздар қалыңдығын. Мінекей достар, біз қамырымызды жайып біттік, енді қамырымызды кесіп аламыз. Мінекей осылай кесіп алып, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша мантының көлемін кішірек әлі үлкен етіп кесіп алсаңыздар болады. Мен осындай көлемде кестім. Енді мантымызды бүге бастаймыз. Видеода көрсетілгендей етіп мантыны осылай бүгіп аламыз. Сол кезде мантының майы сыртына шығып кетпейді, тек ішінде қалады, өте дәмді болып піседі. Дәмі ерекше болады. Енді табамызды майлап, мантымызды қойып, пісіруге жібереміз. Мінекей достар, мантымыз пісті, өте дәмді, ерекше болып пісті. Сіздерде жасап көріңіздер, қонақтарыңызға жасап беріңіздер, жанұяларыңызға жасап беріңіздер. Достар, егер сіздерге видео ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайктарыңызды басып, комментарий жаза кетіңіздер. Өте қуанышты боламын. Мені қолдап отырыңыздар. Көргендеріңізге көп рахмет. Сіздерге ас болсын, сау болыңыздар.